тал ағаш шықпайды деген жерге терек егіп, сырттан көкөніс тасып отырған облысты өз картоплымен, өз пиязы, өз капустасымен қамтамасыз еткен Нұртас Оңдасынов, 8 жылда мал басын 4 есе өсірген Нұртас Оңдасынов, 1961 жылы Маңғыстау мұнайын атқылатқан Нұртас Оңдасынов әлемге әйгілі ұлутасты құрылыс материалы ретінде қолданысқа енгізген де Нұртас Оңдасынов. Қазақстанда 13 жыл бойы премьер-министр болған Нұртас Оңдасынов демалысқа шыққаннан кейін Мәскеуде 3 бөлмелі пәтерде тұрыпты. Бір бөлмесін түгел кітапқа толтырып, жұмыс бөлмесі етіп арнап алыпты. Таңғы шайын ішкеннен кейін қыры сынбаған костюм шалбарын киіп, сағат 9-ға 10 минут қалғанда бөлмесіне кіріп кетеді екен. Сол отырғаннан түсте сағат 13-ке 10 минут қалғанда шығып, кемпірінің дайындаған түскі тамағын ішіп, сағат 14-ке 10 минут қалғанда қайта кіріп кетеді. Кешкі сағат 18-ге 10 минут қалғанда бөлмесінен шығып, 1 сағат далаға серуендеп, кешкі 20:00-де тамағын ішіп демалады екен. Сонда Нұртас ағамыз сол бөлмеде 28 жыл бойы қазақтың бір сөзі 4 тілде қалай аталатынын жөнінде 5 томдық энциклопедиялық словарь жасаған екен. Нұртас Оңдасынов ағамыз өз естелігінде былай деп жазады: соғыс бітіп, ел әлі есін жиып үлгермеген жылдар. Мәскеудегі өтетін жиналыстарға жиі барамыз. Бір жолы сондай бір жиынды Украинаның сол кездегі басшысы Хрущев жүргізді. Оның қасына Өзбекстанның жетекшісі Осман Юсупов жайғасыпты. Мәжіліс залына кіргенімде екеуі сыбырласып отыр екен. Шынымды айтсам, екеуін де аса ұната қоймайтын едім, сондықтан көздеріне түспей-ақ қояйын деп арт жаққа отыра беріп едім. Хрущев көріп қалды да: Оңдасынов, тұр орныңнан. Сен неге өзбектерге ана 3 ауданды бергің келмейді? Өзбектер мақтаны жақсы егеді, деді діңкілдеп. Мына сөз менің шымбайыма батып кетті. Ол 3 аудан менің жерім емес, оны беру-бермеуді халық шешеді, ал мақтаны біз де жақсы өсіреміз. Өткен жылы жоспарды асыра орындадық, дедім. Хрущев қып-қызыл болып кетті. Ашулы үнмен: отыр, деді. Оған айтқызып отырған Осман Юсупов екені даусыз, өйткені оның өзі маған бір мәрте шығып, осы 3 ауданды сұраған болатын. Сонда мен: сіз де бір республиканы басқарып отырсыз, сізден қырғыздар немесе әлде түркмендер 3 емес, бір ауданыңызды сұраса берер ме едіңіз, дедім. Нұртас Оңдасынов еліміздің ең қиын күрделі кезеңінде ел үкіметін 13 жыл бойы Қазақстанды басқарған, оның еңбегін біз сіздерге алдыңғы видеода да айтқан болатынбыз. Жалпы Нұртас Оңдасынов ағамыздың сіңірген еңбегі ерекше, мұны айтуымыз керек. Құрметті халайық, бұл видеоны қолыңыздан келгенше барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.